Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін бризоль тағамының екі түрлі оңай дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға тартылған етімізді салып, сонан соң қажетінше жуа қосамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, қалауыңызша араластырып, жақсылап дайындайтын боламыз. Сонан соң табамызды алдымен қыздырып аламыз, сонан соң майымызды құйып, кішкене қыздырамыз. Сонан соң видеодағыдай етімізді салып, кішкене қуырып, сонан соң бетін жауып, кішкене бұқтырып алатын боламыз. 3-4 минут бұқтырып аламыз. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқаны жағып, үстіне кішкене тұз сеуіп, сонан соң 2 ас қасық сүт құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң дайын болған массамызды бұқтырылған етіміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Кішкене етті осылай ортасына қарай жинап алып, бетіне құямыз. Қақпағын жауып, 2 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Осымен дайын. Айналасын осылай кішкене итере отырып, түсіріп алатын боламыз. Ендеше екінші әдісті жасауға кірсек, ең алдымен табамызды жақсылап қыздырып, май құйып, сонан соң бірінші әдістегідей жұмыртқамызды дайындап аламыз. 2 жұмыртқа, 2 үлкен қасықпен сүт және дәміне қарай тұз қосып жасап алатын боламыз. Сонан соң табамызға құйып, бұқтырып аламыз дайын болғанша. 2-3 минут жарайды. Енді дәл осы табамызға кішкене май құйып, қыздырып майымызды, етімізді кішкене қуырып, сонан соң 4-5 минут қақпағын жауып бұқтырып, дайындап алатын боламыз. Осымен дайын болды. Мінекей біздің бірінші әдіспен жасаған бризоліміз. Мен осылай ұсындым. Сіздерге қай әдіс ұнады, өз ойларыңызбен комментарий бөліміне бөлісе кетсеңіздер болады. Енді екінші әдісіміз піскен жұмыртқамыздың ішіне дайын болған етімізді салып орайтын боламыз. Егер сіздерде жұмыртқаларыңыз үлкенірек болып жатырса, конвертик болып орауларыңызға да болады. Менде шағын болған соң осылай ұсындым. Бризольді картоп пюресімен, күрішпен ұсынған өте дәмдірек болады. Мен макаронмен ұсындым бүгін. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және де әсемдік үшін бетіне кетчупты осылай жасап шықтым. Достар, соңына дейін видеоны қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Дәмді астар дайындап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда әлі де қызықты рецептер болады. Сіздермен болған мен Нұрайым. Әзірге сау болыңыздар.